Ассалаумағалейкум. Бүгінгі шығарылымда біз сіздермен бокс тарихындағы ең қайғылы әрі әсерлі оқиға жайлы баяндайтын боламыз. Найджел Бенн мен Джеральд Маклеллан арасындағы жекпе-жек бокс тарихындағы ең драмалық әрі қайғылы кездесулердің бірі. Бұл жекпе-жек 1995 жылы 25 ақпанда Лондон, Англиядағы Миллуолл футбол клуб стадионындағы Сенеу Лондон арена залында өтті. Бұл оқиға супер орта салмақ дәрежесіндегі WBC тұжырымы бойынша әлем чемпиондық белбеуін қорғау аясында болды. Найджел Бенн 1964 жылы 22 қаңтарда Ұлыбританияда дүниеге келген. Супер орта салмақ дәрежесінде өнер көрсетеді. Жекпе-жекке дейінгі рекорды 39 жеңіс, 32 нокаут, 2 жеңіліс. WBC супер орта салмақтағы әлем чемпионы. Агрессивті, күшті соққылармен жұмыс жасайтын фурия стиліндегі боксшы. Бенн 90 жылдардың басында өте танымал және танылған боксшы еді. Оның ең әйгілі қарсыластары Крис Юбенк, Дуг Дьюит және Мауро Галван болды. Ол әрқашан жүрекпен, шабытпен, алапат жігермен бокстасатын. Джеральд Маклеллан 1967 жылдың 23 қазанында дүниеге келген. ақш-тың Чикаго, Иллинойс штатында дүниеге келген. Салмағы ортадан жоғары. Жекпе-жекке дейінгі рекорды 31 жеңіс, 29 нокаут, 2 жеңіліс. WBC орта салмақтағы әлем чемпионы. Бокс стилі жойқын панчер. Ол қарсыластарын бірінші, екінші, үшінші раундта нокаутқа жіберіп отыратын. Оның ерекшелігі соққанды стиль және жойқын оң қол соққылары. Кезінде ақш-тың әуесқойлар сапында да жүріп, Рой Джонсты жеңіп кеткені бар. Маклеллан өзінің жаттықтырушысы Эммануэль Стюартпен бірге боксты жоғары деңгейге жеткізген, бірақ Бенмен болатын жекпе-жек алдында ол жаттықтырушысымен айырылысып, дайындықты жаңа командамен өткізді. Бұл үлкен қателік болды деп кейін айтылды. Бұл жекпе-жек Ұлыбританиядағы сол кездегі ең ірі жекпе-жектердің бірі. Зал лық толы. Бұған дейін Маклеллан салмақты жоғарылатып, супер орта салмаққа алғаш шықты. Ол келіп-келмей жатып-ақ бұл дивизионның фавориті саналды. Америкада жұрт Бенді жояды деп күткен, Маклелланды айқын фаворит деп көрді. Жекпе-жектің барысында қысқаша шолу жасап көрелік. Алғашқы раундта Маклеллан әдеттегідей қарқынды бастады. Бірнеше ауыр соққылар мен қарсыласын рингтің шетіне қыстырып, оны арқаннан асырып жіберді. Алғашқы раундта қарсыласын нокдаунға жіберіп, рингтің сыртына шығарып жіберді. Төреші есеп ашты. Бұл техникалық нокдаун ретінде саналды. Бенн қайта оралды, шаршамай шабуылға шықты. Осы кезде айта кететін жағдай, Беннің рингтен шыққаннан кейінгі уақытын есептейтін болсақ, төреші қате есептеген секілді. Әттеген-ай, егер осы сәтте төреші өте сауапты қимылдайтын болса, бәлкім алдағы келеңсіз оқиға орын алмас еді. Алдағы 2-4 раундтарда Маклеллан үздіксіз қысым жасап отырды. Бенн де жауап беріп ауыр соққылар жасады. Екі жақтан да ауыр соққылар алмасып жатты. Қос боксшының да көздері көгеріп, беттері ісініп кеткен. Жекпе-жек бел ортасынан асқан тұста Бенн шабуылды үдете түсті. Оның себебі Маклелланның денсаулығының сыр бергені. Ол көзін қайта-қайта оқалай беріп, сол жақ көзінің ауырғанын байқады. Бенн денеге бірнеше ауыр соққы беріп, Маклелланның тыныс алуын қиындатты және бастың арт жақ сүйегінен де бірнеше мәрте рұқсат етілмеген соққылар жасады. 8-9 раундтар Маклелланның жағдайы нашарлай бастады. Оның тізесі майысып, кейде шалқайып тұрып қалатын. Көзге көрінетін шаршау, үйлесімсіз қимылдар анық байқалды. 9 раундта Маклеллан бірінші рет тізерлеп отырды. Бұл оның карьерасындағы алғашқы нокдаун болды. 10 раунд Бенн шабуылды үдете түсті. Маклеллан тағы да тізерлеп отырды. Орнынан тұрғанымен денесін дірілдеп, көздері бұлыңғыр қарады. Бірнеше соққыдан соң тағы да тізерлеп отырды. Бұл жолы орнынан тұра алмады. Төреші Альфред Асаро жекпе-жекті тоқтатты. Бенн техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Жекпе-жектен кейін Маклеллан өз бұрышына барып отыра қалды. Есінен танып, рингте құлап қалды. Жедел түрде ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер қойған диагноз миға қан құйылу, қатты неврологиялық жарақат. Операция сәтті өтті, дегенмен оның салдары ауыр болды. Құйрық қабілетінен айырылды, жартылай сал болды. Есту және сөйлеу қабілеті шектеулі, қозғалу мүмкіндігі шектеулі, мүгедек арбасына танылды. Жанында әрдайым қарындасы Лиза күтуші ретінде болды. Осы кезге дейін қарындасы өз өмірін құрбан етіп, ағасының жанында күтуші болып жүр. Сол жекпе-жектен кейінгі Маклелланға уәде етілген қомақты сума да берілмеді. Оның жары да, оның жанындағы достары да осы сәттен кейін оны бір сәтке тастап кетті. Жекпе-жек бүкіл әлемде шок тудырды. Адамдар бокс қауіпсіздігін, рефери мен дәрігердің әрекетін сынға алды.
Кейіннен бұл оқиғаға арналған бірнеше деректі фильмдер шықты. Найджел Бен жекпе-жектен кейін қатты күйзеліске түсті. Ол бірнеше жыл бойы психологиялық көмекке жүгінді. Кейін Бен қайырымдылық шаралар ұйымдастырып, Маклелланның отбасына материалдық көмек көрсетті. Джеральд Маклелланға үздіксіз көмектесіп келген Рой Джонсты да атап өткен жөн. Ол өзін ешқашан публикацияға жаралап, мен көмектесіп жатырмын деп айтпаған. Кейбір мамандар рефери Альфред Асароның әрекетін сынға алды. Ол жекпе-жекті ертерек тоқтату керек деп есептеді, себебі Маклелланның жағдайы нашарлап бара жатқаны байқалды. Алайда Асаро француз болғандықтан ағылшын тілін жетік білмеген, бұл коммуникацияда қиындықтар туғызды. Жекпе-жектен кейін медициналық қызмет көрсету сапасы да сынға ұшырады. Маклелланның миына қан құйылғаны анықталғанымен, кейбіреулер рингтегі дәрігерлердің оның жағдайын дер кезінде бағалай алмағанын айтты. Бұл оқиға кейіннен бокс матчтарындағы медициналық бақылауды күшейтуге түрткі болды. Маклелланның жаттықтырушысы Эммануэль Стюартпен айырылысуы да талқыланды. Кейбір мамандар бұл өзгеріс оның дайындық сапасына әсер еткенін және жекпе-жек барысында тактикалық қателіктерге әкелгенін атап өтті. Эммануэль диетаға өте қатал маман болатын. Маклелланға артық тағам жегізбей, тек қана дисциплинамен өсірген. Осындай қатаң тәртіптен кейін өзін еркінен сезіне бастаған. Жаттығуларын да бейжай өткізген Джеральд Маклеллан жекпе-жекке дайындықсыз келді десек те болады. Бұл жекпе-жек Ұлыбританияда боксқа деген көзқарасты қайта қарауға мәжбүр етті. Кейбір топтар бокста толықта тыйым салуды ұсынды, ал басқалары спорттағы қауіпсіздік шараларын күшейтуді талап етті. Жалпы қорытындылай келе, бокс қауымдастығына спортшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңыздылығын көрсетті. Бұл мамандардың пікірлері мен таңдаулары негізінде кейінгі жылдары бокс ережелері мен медициналық протоколдарда елеулі өзгерістер енгізілді. Джеральд Маклеллан болашағынан үлкен үміт күттіретін сол кездегі нокаутер боксшылардың бірі болатын. Осы жекпе-жекте жеңіске жеткеннен кейін оның келесі қарсыласы Рой Джонс болу керек еді. Оның келесі қарсыласы өзінің өмірі болды. Жекпе-жектен кейін шамамен 10 жылдан кейін Найджел Бен қайырымдылық акциясын ұйымдастырды. Жиналған қаражатты Джеральд Маклелланның отбасына жұмсады. Және сол жекпе-жектен кейін екеуі бір-бірімен алғаш рет кездесті. Өте әсерлі кездесу болды. Джеральд Маклеллан әпкесінен менің жанымда кім деп сұрады. Сонда ол сенің бұрынғы қарсыласың деді. Әлгі Лондондағы ма деп сұрады. Иә деді. Әпке ол менің өмірімді құртты ғой деді. Сонда Найджел Бен өз-өзін ұстай алмай көзінен жас алды. Әрине, барлығы да әдейі емес деп ойлаймыз, бірақ бұл тағдыр, бұл бокс. Бокс оңай спорт түрі емес. Осы жолда қаншама спортшы өзінің өмірін жоғалтты. Ал достар, осымен бұл шығарылымды аяқтаймын. Жеңісті күндерде жүздескенше. Осындай форматтағы шығарылымдар сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер.